Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге қазақша FIFA арнасы. Бүгін біздер деген пактар ашатын боламыз. Мінекей уже бастап кеттік. Так, Division Rivals'tan пак ашып көрейік достар. Бүгін деген осы видеоны яғни түсіріп жатырған кезге бізде деген осындай сезон бітіп очко берген болатын достар. Так, көрейік. Кім түсетін? Так. Канада, ЛП, Бавария. Да, достар, біз деген 94 Альфонсо Дэвисті түсіріп алдық, прикиньте. Мен деген пак ашу кезінде бірінші рет 94 түсіріп достар, өте керемет достар. Неге видео көп шықпай кетті десеңіздер, менің қолым тимей кетті. Так, скриншот жасап алайық. Так, енді бізде деген уже тоти, мән қарағанда 39 леп тұрады екен. Бізде уже тоти событиясы шығып қойған болатын. Короче, 2-3 күннен тожда тоти туралы видеолар шығарып қалатын боламыз. Так, бұл жерде бізге деген бір рет ашуға мүмкіндік берген екен. Жақсы, біз деген Альфонсо Дэвисті түсіріп алдық. Так, енді деген мына жерде екі попытка бар екен, 85 пен 95-тен. Давайте ашып көрейік. Может, тағы да бір түсетін шығар. Так, Англия, нападающий, Манчестер Юнайтед. Бұл деген бізде 87, Решфорд 930 тұрады екен. Жақсы, кеттік келесі. Так. Бразилия, ЦЗ, Арсенал. Так, бұл бізде деген Габриэл екен. 873 рублей. Ой, рублей деп болма. 873 тұрады екен достар. Блегаша ойнап еген қалғаннан кейін рублейде қойдым. Так, білем, Блегаша түсіретін каналыма подписаться еткетіңіздер достар, описаниеде тұрады. Так, мына жерден давайте бір рет ашып көрейік 400-ге. Так, опа, бұл жерде жоқ, 83. Так, онда біз деген давайте 80 мен 95-тен ашайық достар. Бізде 2800 жетон бар, әлі біз деген примерно 5 рет па аша аламыз, тоже лимитмен бірдей қылып. Так, Франция, ЦАП, Воск. 86 Кабелла дейма, сондай түсті, Сапелла майлы қызы. Так, келесі. Так, Волкау жоқ. Гарсия түсті бізде. Так, келесі. Жода жасақ, енді ешнәрсе түспейтін секілді басында түсіп алғаннан кейін. Так, тоже Хойланд, ешқандай не жоқ. Так, келесі. Так, 81 цыпа дейді, Ваникін. Так, енді осыдан кейін бір рет аша аламыз жасар, по идее. Опа, Волкау достар. Так, Испания, ЦАП, Атлетик Бильбао, Мунян дейді. Так, бізде попытка бітті, по-моему, попытка бітті. Так, давайте онда біз деген не ашамыз ба? Но тот W дегенде, короче, 2 рет ашамыз. Может, на салық түсіп кету мүмкін достар, 92 ПВ-ға. И біз оны сатай аламыз, короче. Кеттік 800-ге 2 рет ашып жіберейік достар. Так, бұл жерде бізде вокал жоқ, қия-мая. Девирджо мен Хермелс деген түсті. Короче, осындай достар. Давайте енді зимний джокерден ба. Так, 1250-ге тоже самоцветка пак ашып көрейік, не түседі екен. Так, я-май, тоже вокал жоқ екен. Так, мына жерде мұнан ала салайық. Так, енді біз деген клубтан, короче, өзгертетін боламыз. Қазір қараңыздар. Робертсонды сатып, оның орнына тоже Дэвидсонды да, ой, Дэвисті қойып көрейік. Бізде офш көтерілем екен жоқ достар, бізде көтерілмеді. Бізде позиция келмейді екен достар, 89-ға түсіріп тастайды екен. Так, мына жерде деген ЛП деген мен де ашылмаған ба, или білмедім достар. По-моему, бізде ЛП деген позициясы бар. Не жоқ бізде. Так, ондай не жоқ та. Мінекей достар, қара жатырмын, вообще ЛП деген позициясы бар, таппай жатырмын достар. Что-то менде онда ашылмаған секілді, или қалай, короче, достар, комментарийға жаз кетсеңіздер болады. Маған көмек ретінде. Так, астына қаратай түсейік. Так, 4-2-4 дейді, 4-3-3, 3-4-3, 4-3-1-2, 4-4-1-1, 3-4-1-2, 4-4-2, 4-2-3-1, 5-3-2, ема, 5-32 деген секілді екен. Ема, ешқандай ЛП деген позиция жоқ тұрса, онда бізден Дэвисті сатамыз да, оның орнына басқа позицияға келетін игрок алуымыз керек.
өйткені девизді қойған өзінде оның деген общий 89-ға түсіп қалады. Сондықтан ол поляда дұрыс ойнай алмай қалатын болады десе, өзінің позициясына тұрмайтын болса. Сондықтан да біз оны сатуға тура келеді. Енді не істейміз басқа? Так, енді деген мінекей бұны деген сменить етіп так жоқ, бұған кетпін ғой. Так, мына жерде мынандай тұр екен де, бұның орнына біз деген қоюға бола ма екен басқа? Так, бізде басқа кім бар? Так, асына қарайық, Робертсонды. Так, кім мықты екен бұл жерде десе, Робертсон мықты екен де. Так, Робертсонды қойсақ не болады екен? Так, Робертсон тоже общий түсіп қалады екен десе, мынау өзінің несінде позициясына тұра берсін лучше. Так, онда біз деген Дэвисті сатуға тура келеді, по идее. Робертсон мен Дэвис екеуін сатып жіберіп, оның орнына басқа біреу алу керек десе. Короче, мына Дэвисті так не істейміз, сменить етеміз. Так, сменить етеміз. Оның орнына Робертсонды қоя салайық. Пока что потом қазір рыноктан көретін боламыз. Қандай бізде әузылар бар екенін қарайық достар. Так, кеттік. Рынокқа басамыз. Так, бізде деген мына жерде тағы да бір қарай салайық достар. Бізде ондай не жоқ секілді тоже. Тағы да бір қарайық. Бізде ЛП деген позициясы бар жоқ ондай жүйе. То есть схема жоқ ондай. Негізі, по-моему, бұл керек, неге менде жоқ, соны түсінбедім достар. Комментария жазып кетіңдерші, менде ашылмаған ба, қалай мен негізі. Так, менің Огревияның қанша еді аккаунтын ұмыттырмын, 31 нәрсе достар, 40-қа жақында қалған, по-моему. Так, мына жерден 41 екен достар, 41, бірақ менде ондай жоқ достар. Так, мына разделка жарайды, бұл жерден шыға салайық. Короче, кеттік рынокқа. Мои игроки. Так, бұл жерде Дэвис продайтты басамыз, открепить, продать. Так, 37 миллион 600 мың екен. Так, біз деген енді өзімізге ЛЗ зек көрейік достар, кім бар екен. Так, бізде ең көбі 94-58 миллион тұратын Эрнандес бар екен, Миланда ойнайтын. Так, мыналар тоже бар екен. Бұлар да ешкім сатпайтын секілді. Так, мынаушы 31 миллион дейді. Так, мынаның статистикасы что-то нашар секілді. Мынаны тоже алады екен. Біздегі Робертсонды. Так, екеуіндікінен кім мықты достар? По-моему, Робертсон мықты секілді. Так, мынаның скоросты көп екен, 95. Каптевила дейді, мынаның скорост жоқ екен. Так, мына жерде оппа, қараңдар, скоросты 100 дейді, база жоқ. Так, мынаның 86 достар жоқ, мынау Робертсон слабый екен, біздікі 86. Так, қараңдар, скоросты 100 екен, да, сар. Так, Эрнандесте 102 вообще бір екен де. Тео Эрнандесте. Біз деген, короче, бұған деген 58 миллион керек, біздің қолымызда 3 миллион бар. Значит, так, бізге деген Робертсон плюс Дэвис екеуін бірге сатып жүру керек деген сөз. Так, мынаны продайтқа қоя салайық достар. Сатып кететін шығар. Может. Так, короче, достар, біз деген Дэвисті сатып жүрдік. Бізде деген счетта 40 бір нәрсе лям тұр. 42 лям тұр достар. Енді қазір біз деген Робертсон тоже көзін қыртамыз. И потом Тео Эрнандесті алатын боламыз. Так, мына жерден 21 монетаны ала салайық. Так, енді күтетірайық достар. Так, опа. Все, бізде 17-4 лямға кетті. Робертсон Эрнандесті 58 миллион 500 мыңға алатын боламыз достар. Енді бұл игрок, по-моему, статистикасы нормально. Сондықтан да алуға стоит деп ойлап тұрмын достар. Негізі Дэвисті мықты достар. Просто менде оның позициясына кететін схема таппадым достар. Әйтпесе қоятын едім, базар жоқ ше. Сонда схема қайдан алуға болады, комментария жазып кетсеңіздер болады. Так, бізге әлі бермей жатыр что-то, не үшін екенін түсінбедім. Так, күтетірайық. Так, мой заявки. А чё неге бермей жатыр достар, қараңдар, сататындар бар екен. А, все. Чё, 12 мың не монета рублей деп айтып қоя берем, ё-моё. Так.
не болып кетті. Так, мой заявки. Опа, все, получит. Все, Тео Эрнандес алдық. Так, мына жерде монетаны тоже ала салдық, жарайды. Так, кеттік енді клубқа кіреміз. Так, короче, командаға кіреміз десең, мына жерде Дюмфристі қойғанмын, мен, короче, соны сменить орнына Тео Эрнандесті қоятын боламыз, короче. Так, все, кетті. Так, бізде деген общий көтермеді, я бізде деген, короче, осындай болып қалды. Так, Дюмфристпен тренировка жасасалар, жарайды. Так, забрать басамыз. Так. Кеттік рынокқа кіріп тұрса, сатылмай тұрған нелерді алып, может тренировка жасаймыз десіра. Так, мынау сатылмай тұр. Бұны X дейміз. Так, мынау ше. Так, короче, қатарынан бүкіл XX-те өзімізге ала берейік, достар. И сосын осылармен тренировка жасайтын боламыз Тео Эрнандеске. Так. Так, все. Бүкілін алып тастадық, достар, сатылмай тұрған игроктарды. Так, обменге енді может обмен аша аламыз ба, достар, бізде деген. Так, жоқ, бізде жетпей деген обменге. Так, обменді бір-екі күннен кейін ба ашатын шығармыз, достар, по-моему. Так, мынаған ше, бұған 4 игрок керек екен, 80 плюстен. Короче, осындай, достар. Так, кеттік енді бізген 80 плюстен 4 игрок аламыз ба, не істейміз? Так, мынау ғой, бізде 83. Давайте осыдан 4 алып ашып көрек, подтвердить басамыз. Мой заявки. Так. Так, істеп ауыстыра тұрамыз. Кезек-кезек и сол кезде бізге беріп қалу керек. Так, все, біз деген алдық. Пуадро дейм, не дейді. Так, кеттік обменге кіріп ашық қарайық, достар, не істеді екен. Так, обменді басамыз. Так, все, кеттік. Алжир. Папа. Ну, что за? Марес түсті десе 4 лям тұрады екен бұл. Сатылам екен десе, сатылса негізі нормально. Бірақ сатылмай қанды жет бұл, по-моему, я. Жоқ, сатылмайды екен десе, я, Марес. Мынау тұра берсін, жарайды, тұқымдыққа. Так, енді не істейміз десе, не істейміз, так. Мына тренировка жасайық, айтпақшы достар, осыны. Сосын Мареспен жасасақ, Марес бөлім сатылмайды да, обменге тоже керек болатын еді, бірақ жарайды енді жасай берейік, бәрі. Так, енді кеттік мына жерден біздеген пак ашып көрейік. Бұл жерде так бізде 80 очко бар екен. Так, мына жерде ежедневный подарокты ала салайық. Так. Достар, давайте арнаға осы видео лайктарыңызды басып и комментарий жазып колокольчикқа подписаться етуді ұмытпаңыздар. 50 подписчик болған кезде біздер деген стримдар жасайтын боламыз, түнгі стримдар, сондықтан да так подписаться етпей көріп отырсаңыз, асыға түсіп, қызыл подписаться деген кнопканы сыр кнопкаға айырбастап жіберіңіздер. Так. Енді осы жерден давайте ашайық. Бәгілет 20 очкоға. Так. Так, кетті бізде. Германия. Вратарь. Бавария. Мюллер деп болған, Нойер дасақ. Мюллер деп болған. Короче, Нойер түсті бізге. Так, кеттік тағы да ашамыз. Так, бұл жерде бізде Португалия. Нападающий. Аль-Насыр. Криштиано Роналду. 5-лен ба, сондай тұрады екен, я. Так, ол сатылам екен, достар. Сол қызық болып тұр. Так, давайте 40 очкоға ашайық. Так, кетті. Бұл жағы тоже волгол, достар. Өте жақсы түсіп жатыр, негізі. Испания. Нападающий. Селтик. Аспас. Так, нормально, по-моему. Так, давайте обменнен тоже Аспасты ауыстыра салынған есеміз. Так, ну, жарайды ауыстырмай қойық, достар, 75 игроктар түсіп қалады ғой. Текке ауыстырамай қойық, короче, солай. Так, достар, кеттік тағы да мына жерден, так, состав общий 89 дейді, состав страны дейді, мына жерде тоже обмен жасауға болатын секілді. Так, бұл жерде бізде не береді екен?
Так, опа, мынандай игроктар бар екен. Давайте жасап көрейік. Достар, не береді екен? Может, бір нәрсе түсіп қалар, я? Так, кеттік. Ашайық. Так, волкаут жоқ. Бұл жерде бізде дейін тек осындай 3 игрок берді. Жарайды, достар. Так. Состав из лиги дейді. Бұнда ашуға бола ма екен? Жоқ, игрок жетпейді бізде. 85+1 игрок жетпейді екен. Короче, осындай. Так, онда біз деген... Так, не істейміз? Так, мына жерден пактар ашайық онда, достар. Қырыққа кеттік. Так. Волкаут. Так. Бразилия. ЦЗ. Реал Мадрид. Бұл бізде Эдер Милитао. Так, нормально, достар. Кеттік, зимний джокер. Жоқ, мына жерден пактар ашайық, достар. Самоцветқа 1250-ге. Так, давайте ашайық. Волкаут бар ма екен? Волкаут бар, өте жақсы. Так. Португалия. ЦП. Бешикташ. Короче, осындай игроктар түсті қаптап. Так, енді зимний джокерден ба, обменнен ба ашайық, достар. Так, бұл жерде бізде игроктар жетпейді екен. Так. Онда біздер деген рыноктан игроктар алайық, достар. Так, потом ашатын боламыз. Так, бұл жерде бізде деген қанша игрок алу керек екен. Так, мұнан 85 дейді, 82 Ферран Торрес. Так, осындай Ферран Торрестен, так, аламыз ба, достар, неше аламыз? Екеу алайық, достар. Так, потом кімді аламыз? Так, мына жерден алып алайық екеуін. Екі Ферран Торресті. Так, енді обменнен ашатын боламыз. Так, бізге деген әлі 80+-тен 3, 85+-тен 1 жетпей тұр. Кеттік, давайте алып алайық. Так, мына жерде бізде деген мына 85-тен ешкім сатпайды екен бұны. Так. Мына жерде 86 Эдер Милитао бар екен. Осыдан 1 алайық, достар. Так. Ферран Торрестен тоже 3 ала салайық. Мой заявки, короче, Эдер Милитаоны алдық. Так, енді бізде Ферран Торресті тоже аламыз 3. И потом кеттік обмен, наконец-то жасаймыз, достар. Кеттік. Так, все. Обменді басамыз. Открепить. Волкаут бар мекен, достар. Волкаут бар. Бұл жерде бізде Камерун, ЛП. Так, только Экамби, я, достар, қайтадан. Только Экамби деген негізі көп түсет бізге, я. Так, достар, қазір біздер деген тағы да пак ашатын боламыз. Бізде деген бұл, по-моему, біздің каналдағы ең ұзақ видео ма, или қандай, или осындай видео шығып тұр ма екен. Қазір біз деген осы жерден 89-95-ті ашатын боламыз. Енді мына 87-95 пен 91. Бұларды ашқан, по-моему, тиімсіз. Мына жерде Месси бар екен. Бізге Месси түскетсе өте жақсы болатын еді, достар. Бонус 2.1 дейді. Так, кеттік, достар, кім түседі екен? Я-майя. Германия, папа. Так, кумері манал. 90 әрекен деген түсті. Бұл бізде сатылам екен. Так, беслямдай тұқад екен. Сатылам екен, достар, сол қызық болып тұр. Так, енді деген национальный доблестін тоже ашайық, достар. Бізде 125 очко бар екен. Так, 40-қа кеттік, ашамыз. Так, волкаут жоқ, достар, я-майя. Енді 2 попыткамыз қалды, осыдан кейін 1 попытка қалатын болады. Так, волкаут бар мекен бұл жерде. Так, волкаут жоқ, тағда, я-майя, последний попытка. Давайте кеттік, ашайық. Так, бұл жерде волкаут бар ма? Я, бұл жерде волкаут бар екен.
Камерун тоже, Вратарь, Манчестер Юнайтед, Онана. Так, нормально, по идее. Так, енді магазиннен тоже самоцветке біз деген ашып жіберейік. Осы жерден 80-95 кеттік. Бұл жерде вокаут болады ма екен? Яма, вокаут жоқ бұл жерде достар. Так, кеттік екінші. Так, вокаут бар ма екен? Яма, екінші қатарынан вокаут жоқ қып келген. Так, бізде деген самоцвет бітті. Так, движен райвостан так, ашатын бізде жоқ, по-моему, очко. Так. Мына жерде бізде ашатын жоқ секілді, да? Так, обменде бар ма екен достар бізде? Так, опа, обменде бар екен достар, ашып көрейік. Так, вокаут. Азербайжан қандай ел? Я, Самародов түсті. Шаймарадов. Самародов деп болмады достар. Короче, атын оқи алмай қойдым. Осындай игрок түсті бізде. Так, достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Видеоны лайктарыңызды басып, арнаға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Давайте 50 подписчикке жеткізсек, сол кезде стрим жасайтын боламыз. Ал ендеше, пока-пока, чао.